Алаяқтардан айла артылған ба? Енді сондағы сатқын қызметкерлердің қолымен өзгенің атынан ЭЦП жасап несие алатын пысықайлар пайда болды. Бұл малдың монологы арнаға жазылып, лайк бас, біз бастаймыз. Шетелге фура айдайтын бұл алматылық азамат бір-ақ күнде қораға кірді. Кезекті рейсіне шыққанда әлдегімдер оның атынан, ойлаңызшы, 20 миллион теңге несие рәсімдеген. Ең қызығы, не телефонына хабарлама келмеген, не видео тексеріс жасаған банк болмаған. Откуда мы берем все ваши данные, телефоны? Мы внедряем своего человека в банк, и он работает полгода. Я находился в Европе. Мен Еуропада едім. Банк-центр кредиттің қызметкері хабарласты. Өткенде алған несиеңіз бойынша сұрайын деп едік дейді. Ол банктен несие алмақ түгілі ешқашан есеп-шот ашып көрмегенімді айттым. Сөйтсем, 2 қазан күні 20 миллион теңге алғансыз деді. Расымен қора болды қысқасы. Ойбай, министр Мусин мақтайтын цифрлық Қазақстанның сыйқы осы ма? ЭЦП ашатын сондағы қызметкерлер алаяқтармен ауыз жаласа жетіскен екенбіз. Они уже давно объединились в большие команды, где у каждого мошенника есть своя задача. Жәбірленуші Мұса жаңа алаяқтықтың алғашқы құрбандарының бірі ғана. Қазірден дабыл қақпаса, ертең сізден де сұрамай, сыртыңыздан ЭЦП ашып, миллиондаған несие рәсімделсе таң қалмаңыз. Когда я сходил в банк, Банкке барғанда бар айтқандары электрондық цифрлық қолтаңбамен несие алынған деді. Ал ең болмаса жеке басты анықтайтын видео тексеріс болмайтын бет десем, білмедік анықтаймыз деп қысқа қайырды. Құзырлы органдарға арыз тастағаннан кейін бір айдан соң мына нөмірге хабарлама жіберілген деген жауап берді. Бірақ ондай нөмір менде өмірі болмаған. Қазір қарыздың көлемі 22 миллионға дейін өсті. Несиені бірнеше күннің ішінде 5 есепшотқа аударған екен. Сорақысы сол, полиция Мұсаны жәбірленуші ретінде танығанмен, банк сот шешімі шыққанша төлем алуды тоқтатудың орнына барлық есепшотын бұғаттап, күн сайын процент қосып жатыр. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Мұндай жағдайда қайтпек керек. Заңгер кеңесіне құлақ түрейік. Одан ешқандай ақша талап етпей, қылмыстық істің біткенін күтуіне міндетті немесе құқығы болады. Ол өзінің құқығы. Көбінесе, көп жағдайда банктер еш нәрсеге қарамастан, қылмыстық іс бар бола тұра, тергеуші хат жаза тұра, жәбірленуші ретінде таныла тұра, ақшаны алмаған біле тұра, оларды бас тартады да, бәрібір де ақшаны сіз өндіресіз дейді. Бұл біздің конституциямызға қайшы деп ойлаймын. Ондай кезде азамат дереу қылмыстық іс құжаттарының көшірмелерін алып, азаматтық сотқа арыз жазып, келісім шартты заңсыз деп тану туралы арыз жазу керек. Каспий переводпен алысқанда әйдік үкімет енді алаяқтықтың мұндай түрімен қалай күреседі екен? Әліптің артын бағайық. Еде, бұл малдың монологы арнаға жазылып пікір қалдыр, айтарымыз алда.